Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге осындай оңай жасалатын тюльпан самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Оны жасау үшін оның үстіне сары майымызды саламыз. Алдымен пышақпен бөлшектерге бөліп алуымыз керек. Кейін біркелкі болғанша қолымызбен езіп аламыз. Кейін бөлек ыдысты алып, соданың үстіне 1 шай қасық уксусты салып араластырып аламыз. Оның үстіне қаймақты және жұмыртқаның сарысын салып, жұмыртқаның сарысы және тұзды салып араластырып аламыз. Енді бұны ұнның үстіне саламыз. Дәл осыны енді қамыр шыққанша жақсылап қолымызбен илеп аламыз. Артық ұнды қосудың қажеті жоқ. Дәл осыдан бізден қамыр шығады. Қамырды пакетке салып, холодильникке шамамен жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамыр жарты сағаттан кейін алып, таразыға 40 грамм шыққандай барлығын бөлшектерге бөліп қоямыз. Көзбен өлшеп кессеңіздер де болады. Мен 40 граммнан өлшеп, осылай бірнеше бөлшектерге бөлдім. Осылай домалақтап қолымызбен қойып шығамыз. Кейін осылай оқтаумен жая бастаймыз. Дәл осылай қатты жұқа немесе қатты қалың қылып қоймай, орташа деңгейде әдемілеп ұқыптылап жайып аламыз қамырымызды. Содан соң ортасынан пышақпен дәл осылай видеодағыдай кесіп, начинканы саламыз. Осылай бір шетінен бастап, жайлап орай бастаймыз. Астын жақсылап бекітіп, қолымызбен түйіп шығамыз. Одан кейін бетіне жұмыртқа жағып, мак немесе кунжут сеуіп, пісіретін ыдысымызға саламыз. Пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Өте дәмді әрі оңай болып шығатын самсаның түрі. Көргендеріңізге рахмет. Сіздерге ас болсын.